Ақынның қысқаша өмір баяны. Мұқағалидың ата тегі қысқаша былай тарайды. Албан, Сары, Сүйірқұл, Алжан, Сырымет, Қангелді, Қойбас пен Түке. Түкеден Райымбек туады. Ал Қойбастан Менжі, Дәлі, Қамысбай, Мақатай, Сүлеймен, Мұқағали. Демек Мұқағалидың 6 атасы, Қойбас, Райымбектің әкесі Түмеккен бірге туған ағайынды кісілер. Мұқағалидың Тоқтарбай, Көшпеш деген інілері бар. Мұқағалидан Жұлдыз, Айбар атты 2 ұл, Ләззат, Майгүл, Алма, Шолпан деген 4 қыз туған. Немере жиендері өсіп келеді. Мұқағалидың азан шақырып қойған толық аты Мұхамедқали. Пайғамбардың атын түгел айту балаға ауыр болады деп, әрі еркелетіп қысқартып атап кеткен. Шешесі Нағиманның айтуы бойынша 1931 жылы 13 наурызда куәлікте 9 ақпан деп қате жазылған. Алматы облысы Нарынкөл қазіргі Райымбек ауданында қарасты Қарасаз ауылында туған. Ол кезде әкесі Сүлеймен 1930 жылы ұйымдасқан Энгельс атындағы колхоздың алғашқы төрағасы еді. 1941 жылы отан соғысы басталғанда, яғни Мұқағали 10 жасқа келген кезде әкесі майданға аттанып, Калининград майданында болған сұрапыл шайқаста 29 жасында ерлікпен қаза табады. Үй ішінің бар ауыртпалығы баланың тұңғышы Мұқағалидың иығына түсті. Сөйтіп балалық оқушылық кезі қой бағып, егін орып, кетпек шабумен өтеді. Сол кездерді өлең жаза бастайды. 1948 жылы ауыл орта мектебін үздік бітіріп, Алматыға жоғары оқу орнына аттанып, зеректігінің арқасында еш қиындықсыз Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Бірақ орталыққа жақын аудандардың студенттеріне жатақхана берілмегендіктен стипендиясы не тамағына, не пәтер ақысына жетпей, асыраусыз қалған үй ішінің ауыр тұрмысы оқуын әрі қарай жалғастыру беруге мүмкіндік бермей, 1 жылдан соң оқуын тастап, Шибұт деп аталатын көрші ауылда ауылдық кеңестің хатшысы болып қызметке орналасады. Әрі Қызыл Отау меңгерушісі, кітапханашы да болады. Комсомол мүшесі әрі жас кадр ретінде қоғамдық үгіт насихатқа, көркем өнерпаздардың ойын-сауық жұмыстарына белсене атсалысады. 1949 жылы Советтік Искра газетіне 2 өлеңі жарық көреді. Сол ауылда мұғалім бойжеткен қыз Лашын да үгіт насихат ойын-сауық жұмыстарында Мұқағалиға сенімді серік болады. Қозы көрпеш Баян сұлу пьесасында Мұқағали Қозы, Лашын Баян рөлін ойнап жүріп, бірін-бірі ұнатады. Сөйтіп жүріп 1949 жылдың көктемінде екеуі үйленеді. Мұқағали үзіліп кеткен оқуын жалғастыруда армандайды. Лашын, қызметім жалақым бар, үй ішіне мен қараймын, сен алаңсыз оқуыңды жалғастыр деген кеңес беріп, Мұқағали 2 рет Алматыға оқуға аттанады. 1950 жылы Шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне түсіп, оны да тұрмыс жағдайына байланысты тастауға мәжбүр болады. Ақын болам деген кісі заңды жете білген дұрыс деген оймен Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетіне оқуға түседі. 1952 жылы Аманжолов құрастырған жастық жыры атты жинаққа өлеңдері Әлімбаев, Қайырбеков, Мәмбетовтармен бірге енеді. 1954 жылы ауылға қайтып, өзінің туған жері Қарасаздағы орта мектепке орыс тілінен сабақ береді. Ауыл мектебіндегі мұғалімдігі дипломы бар кадр алып, Мұқағали жұмыссыз қалған соң қалаға келіп, 1957 жылы Алматыда республикалық радиоға диктор болып қызмет істейді. 1960-62 жылдары аудан орталығы Нарынкөлда Советтік шекара газетінде жауапты хатшы болады. 1962 жылы Алматы қаласына қоныс аударып, Социалистік Қазақстан газетіне әдеби қызметкер болып орналасады. Одан Жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында поэзия бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарады. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Армысыңдар достарым, қарлығашым келдің бе, Мавр, Өт мен шөп жапырақтар, Шекспир сонеттер 1970 жинақтары жарық көргеннен
Кейін 1970 жылы жазушылар одағына мүшелікке қабылданады. Данте құдіретті комедия, Дариға жүрек жинақтары басылады. 1973 жылы Қазақстан жазушылар одағының жолдасы мен Мәскеудегі Горький атындағы халықаралық әдебиет институтына оқуға барады. Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан атты кітаптары жарық көрді. Өмірінің соңғы кезінде денсаулығы нашарлап ауруханаға жиі түсіп жүріп, 1976 жылы 27 наурызда қайтыс болады. Бейті Алматы іргесіндегі Кеңсей зиратында, туған жері Қарасазда еңселі мұражайы, Алматыда өз атында кең көше бар. Алматыда және көптеген елді мекендерде Мұқағали атымен мектеп, гимназиялар аталады. Жазушылар одағының үздік шыққан жас ақындарға берілетін сыйлығы Мұқағали атында. Ғасырлар тоғысында Мұқағали ғасыр ақыны болып танылды. Лашын Әзімжан қызы, Әбдіке Асанұлы.